Куплет деген жанрға көңілді бөлейік. Рұқсат етсеңіздер орындап көрейік. Әзіл күлкі өмірді ұзартады екен, кейбір кезде шындықты айтып қызартады екен. Бір гаишник ағамыз жипті тоқтатыпты, тоқтатып ап генералды өзін боқтатыпты. Екі абысын шкафтан вино тауып апты, нидагон боп сиырлардан пиво сауып апты. Ардагер шал мал базардан тегін қойалыпты, мәз боп келе жатқан шал ұйқыдан ояныпты. 100 000 теңге тауып ап ағамыз құтырыпты, жеңгемізбен сулиф ойнап бәрін ұтылыпты. Ажырасқандар бала менде қалады депті, балалары компьютер қайсыңа барады депті. Бір бейшара әншілерден көмек тілеп кетті, сөйтсе Қайрат Нұртас ауырмайды жүрек депті. Бір медсестра ауруларға укол салам депті, тумбочкаларыңыздан заварка алам депті. Бір таксисті жирный клиенттер тоқтатыпты, мәз боп апара жатқанда гаи тоқтатыпты. Ек қабатқы жігітіне мен аласың депті, сосын кредитімді жабуға барасың депті. Қазақтар футболдан Бразилияны жеңіпті, үйткені бразилистерге 100 миллион беріпті. Күлдіруге тырыстық куплетпен бәріңізді, аяқтайтын кезде келіп қалды әнімізді. Әзіл күлкі өмірді ұзартады екен, кейбір кезде шындықты айтып қызартады екен. Артық кеткен жер болса кешірім сұрайық, Куплет ұнады дегенде шапалақ ұрайық. Иә, Құдай қаласа енді. Кредиті жоқ бала ғой, енді уәйімі жоқ, ешқандай проблема жоқ. Ана көрдіңіздер ғой, бейшара, Құдай қаласа. Жақсы ма, ұнады ма балалар? Шапалақ ұрып қойыңыздар, молодец, өнерпаз жігіттер. Рахмет. Енді негізі мен әнші емеспін, бірақ енді өлең айтатыным бар. Кез келген қазақты тұрғызып қойсаң өлең айта береді. Бір ән орындап берейін сіздерге. Мен де адам баласымен ән айта аламын. Бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Сатира атты ғажап әлемге кіріп келдім, сіздер үшін әзілді қанжығама іліп келдім. Халықты күлдіруде оңай емес екенін біліп келдім. Осы кешке дайындалдым, біраз уақыт дайындықпен өтті түндерім. Таңымдатып халықтың көңілінен шығу қашанда актерға бақыт. Менің кәсібім күлдіру болса деймін мәңгі, іздей берсем екен сіздерге әзіл қалжыңдарды дәмді. Тарихта қазағым соғыспен аштық көрген ел еді, көп жылаған қазағымды енді күлдіре бергім келеді. Эстрада саласына білек сыбана кірістім, басталғанын сезеді жүрегім жақсы бір істің. Өнер атты сиқырды сахнада көрсетуге тырыстым. Қазақ сатира ақсақалдарының жолын тостым, Бауыржан Әбінәсір Алматтарды көріп өстім. Уәлибек Жүсіп ағалардың қалдырған ізіне түстім.
кәсібім күлдіру болса деймін мәңгі. Іздей берсем екен сіздерге әзіл қалжыңдарды дәмді. Тарихта қазағым соғыспен аштық көрген ел еді. Көп жылаған қазағымды енді күлдіре бергім келеді. Рахмет. Гүл алғандарыңызға мың алғыс. Енді сонша ақшаны қиып, бұны наследеріңіз түсіп тұр. Қымбат қылсын ба? Өйтірмай. Әумен, шыққан жерің тау болсын, насып айында болсын. Көріпсен. Рас. Баяғыда бір апам айтқан екен, қараңғы кішкентай кезінде осылардың насыбайынан сүйеміз. Өскен кезде осылардың насыбайынан күйеміз. Күйдіріп, 18-ге жетті, үйленім деп кеп тұрады, үйлендірмесін сотталады деген сияқты әңгіме. Ал, бүгінгі кешке қатысқан өнерпаздарды бір ауыз таныстырып өтейін ағайын. Құдай қаласа, біз енді Тараз қаласынан шыққан алғашқы әзір ұжымымыз. Енді театр деп айтуға аузым бармайды, театр деген үлкен ұғым. Келешекте театр болып атанатын шығармыз. Театрдың басым көпшілігі 90% Шымкенттен. Жігіттерді көрдіңіздер, осы әңгімені өлтіреді. Шымкенттің атынан шығады. 10% ол Астанадан. Біздің Тараздың бір ел баласы жүреді. Аманғали бастаған жігіттер. Бірақ олар Тараздың атынан шығып аққан жоқты. Сондықтан да мен өзім ойлана келе Тараздың талантты жігіттерінің басын жинап, неге Тараздың атынан театр шықпайды деген ойда болдық ағайын. Көңілдеріңізден шықтық па? Рахмет. Бүгінгі кешке қатысқан өнерпаздар, Жайдар, Айдын, әзілкештерге шапада құрып қойыңыздар, еңбек бар. Және де бүгін сіздерді әнімен әдемі баураған, атына затсай красавчик Берік Жорабек бұлдарыңыз. Керемет әнші, болашағынан үлкен үміт күттіреді. Және де алтындай қарындасымыз, үлкен фестивальдерді бас жүлде бермей жүрген Инабат Жорабек қыздарыңыз. Қошемет. Бауырыммен бірге. Олжас. Және бүгінгі кеште музыканы әмлеп төрде осы әдемі музыканың бәрін қойып оққан Шатасбай Айдар ұлдарыңызға шақырда болып қойсаңыздар. Кішкене бойдан падбай кеткен әйтпесе бәрі бар. Және бүгінгі біздің кешімізді ұйымдастырушы, біздің коллективтің администраторы жеке өте пысық жігіт Дархан Балапанов ұлдарыңызға шақырда болып қойсаңыздар. Бұл көрінбейді, сыртта жүреді. Көрмейді, сыртта еңбектің бәрі осыдан негізі. Енді осымен айтпақшы, бір кісілерді ұмытып кетіп мен. Ол кісілерсіз концертті өтуі мүмкін емес еді. Ол кісілер сіздер ағайын. Сіздерге рахмет айтып келеді. Сіздер болмасаңыздар біз ешкімде емессіз. Жақсылықта жүздесейік, мың алғыс сіздерге. Келесі әзіл кештерінде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын. Мың алғыс.